Қайырлы таң, қайырлы күн, қайырлы кеш, құрметті көрермендер, сіздермен бірге мен Меруем, және де именно сіздерге бүгін мен өте ерекше киноны әкеліп отырмын. Бұл киноның аты «Гость», яғни қазақшасы «Қонақ». Неге олай, видеоның соңында білетін боласыздар. Және де видеоны бастамай тұрып сіздерге алдын ала айтып қояйын. Видеоны көріп жатқан кезде, фильмді көріп жатқан кезде міндетті түрде басты кейіпкердің қылықтарына мән беріңіз. Болмаса сіз видеоның соңында ештеңені түсінбей қаласыз. Сондықтан да айтпады демедіңіздер, көп сөз боқ сөз, ал енді Меруем мен бастаймын. Ал кеттік. Фильм басталғанда жалғыз тұрған үйді көреміз. Сөйтіп кадр бірден үзіліп кетеді де біздің алдымыздан көзі көрмейтін және де құлағы естімейтін қыз шығады. Қарама қарсында отырған қыз жаңағы әйелмен әрқашанда сөйлескісі келіп тұрады. Бірақ та ол ештеңе естімегенін көріп, құлағындағы слуховой аппаратты қосады. Есту аппаратын қосқан соң бұл әйел біздің басты кейіпкерден «Сіз менің үйіме қайдан келдіңіз және де атыңыз кім?» деп сұрай бастайды. Бірақ біздің басты кейіпкер сөйлей алмайды, сондықтан да ол «Сіздің атыңыз Мэри» деп айтады. Неге Мэри? Өйткені басты кейіпкер ұйықтар алдында қасында қағазға Мэри деп жазып кеткен екен. Бұл әйел осыдан соң Мэриге тамақ ішесің бе немесе су ішесің бе деп айтқан кезде Мэри олардың бәрінен бас тарта бастайды. Сөйтіп бұл әйел Мэридан соңғы сұрақты сұрайды. Кеше не болды деп сұраған кезде біздің көз алдымызға кешегі болған жағдайлар көріне бастайды. Сөйтіп кадрларға қарап біз кеше Мэридің біреуден қашып жүргенін білеміз. Ол қара түнде біреуден қашып жүріп, біреудің үйіне кіреді. Бірақ ол есікті қақса да, терезені қақса да ешкім ашпайды. Сол кезде ол астында жатқан вазаларды және де астында жатқан паласты ақтарып жатқан кезде сол жерден кілтті тауып есікті ашып ішіне кіреді. Бірақ кіріп болған соң артына қараса, артында біреудің тұрғанын байқайды. Үйдің ішіне кірген соң ол бірден артындағы есігін жауып кілттеп қояды. Кілттеп болған соң ол өзіне қорғаныста болатын бөлмені іздеу үшін ас үйіне барып, ас үйіндегі заттарды ақтарып, ішінен бір пышақты немесе қасықты іздей бастайды. Асхананы ақтарып жүріп, Мэри зубочисткадан басқа ештеңені таппайды. Осы кезде бір режиссер барлық үйді түсіре бастайды да, ең соңында дәретханаға тоқталады. Дәретханада біз Мэридің терезеге жаңағы құбыжықты іздеп жүргенін байқаймыз, және де ол құбыжықты таппаған кезде құбыжық оның дәл алдында тұр екен. Осыны көрген Мэри қатты қорқады. Қорқып тұр, бірақ та ештеңе істей алмай, көзін жұмып болып қайттан ашқан соң, жаңағы құбыжық қайттан алдында тұрады. Сол кезде Мэри басынан кетіп, өзі не істерін білмей, қасында тұрған қышқылды алады да өзінің көзіне құйып жібереді. Остан бастап енді Мэридің көзі көрмейді, бірақ та көзі көрмесе де Мэридің құлағы бар. Сондықтан да Мэри көзі көрмесе де қасында жаңағы құбыжықтың тұрғанын естіп тұрады. Сөйтіп ол жерге жатып, енді естімеймін деген кезде ол құбыжықтың оның құлағының дәл қасында тыныстап, яғни демалып тұрғанын естиді. Сол кезде Мэри қолындағы қайшыны алып құлағына тығып жібереді. Сөйтіп біз бағанағы бөлмеге тап боламыз. Жаңағы әйел Мэридан «Қазір доктор келеді, осы жерде отыра тұр» деп айтқан кезде Мэри жарайды деп келіседі. Және де отырған кезде ол көзіндегі бинтті шешіп көрейін десе, алдында бағанағы құбыжықты көреді. Ал сол құбыжық жай ғана астына қарап, сол Мэридің қасында отырайын деп тұр екен. Енді достар, бұл фильмнің соңы, яғни фильм, дұрыс айтасыздар, осылай аяқталады. Енді фильм как будто бір бітпеген сияқты бола ма, сондай екен, шындығына келе. Онда өздеріңізде де ондай болса, мен сіздерге түсіндіре кетейін. Фильм бітпеген сияқты емес, фильм өзінің именно керек жерінде біткен. Не үшін? Өйткені фильм бізге ең керекті заттарды көрсетті. Ол бізге көрсетті, что Мэриде бір түрлі ауру бар екен. Ол бізге көрсетті, что Мэри осы құбыжықтан айырылғысы келіп, құлағын және де көзінен бас тартқанын көрсетті. Ал енді біз қандай түйсінін түйе аламыз бұған байланысты? Бұл дегеніміз Мэриде ауру бар деген сөз. Ол қандай ауру? Ол шизофрения деп айтылады. Яғни шизофрения кезінде сіздің көз алдыңызға немесе құлағыңызға бір нәрсе естіліп көрінуі мүмкін, бірақ та бұл құлағыңыздың, көзіңіздің кесірі емес, бұл тікелей миыңыздың кесірі. Сондықтан да Мэри құлағынан да көзінен айырылса да, ол алдынан кеткен жоқ. Сондықтан да мен бұл фильмге оның ішіндегі 8 деген оценканы берем, ал сіздермен сау саламатта көрісейік. Можно использовать и для их защиты. Бесценные вещи. Защищать родных и любимых. Кто-то ценит их превыше всего.